Егерде менің сөзім мына жерде өтімсіз болса, егерде менің сөзім балтаяғым сендерге ұнамаса, әй қатын деп айта салам болды. Өйткені сен ханым емессің. Жақсы, рахмет. Соңғы сұрағым болсын. Сіздің енді ең танымал пікіріңіз ажырасқан әйел қоғамның соры деп айтқан сөзіңіз ғой. Қойшы айналайын Ақсәулем. Сен стандарт әшейін жаңағы қатардағы біреусің. Не қыласың мен кигенімді, ішкенімді? Сен менің аузымнан шыққан түйін сөзіме, жазып отырған жазбама соған назар аудар. Бір нәрсені айтсам, балт аяқ етіп айтып отырмын. Бүгін бағаламайтын шығарсың. Ертең сен балаң бағалайды. Амансыз ба көрермен, біздің сұхбатты қосқаныңызға, таңдағаныңызға шексіз алғысымызды білдіреміз. Соңына дейін қарайсыздар деген үміттеміз. Өйткені бүгін өткір тақырыптар қозғалайын деп отыр. Әсіресе отбасы, қарым-қатынас тақырыбында егер сауалыңыз болса, осы сұхбаттан жауап табуыңыз әбден мүмкін. Бүгін бізде қонақта Игілік журналының бас редакторы, қоғам қайраткері, журналистер одағының мүшесі Меруерт Айтенова. Меруерт апай, қош келдіңіз. Рахмет. Шақырғаныңызға рахмет, Сабира. Көбісі сізді өткір пікірлеріңіз үшін шақырады ғой, әсіресе ток-шоуларда сарапшы ретінде отырасыз. Мен сізді сұхбатқа шақырған себебім осы соңғы салған контентіңізден көріп қалдым. Өмірі жанталасып жүремін, қаланың сырты, 4 жұмыс деген екенсіз. Сол маған сіздің жалпы жағдайыңыз қызық болды. Бұл енді сіздің жеке өміріңізге бас сұққандық емес, өйткені сіз екі бірдей образды ұстап жүрген адамсыз. Біреуі сіз журналистердің қазіргі жай күйінен хабардар беретін, олардың жағдайы қалай, қалам жазуға, шабыт тербеуге келеді ма, қарын тоқ па деген сұраққа сіз арқылы жауап табамыз деп ойлаймын. Екінші жағы әрине қазақ әйелдерінің тұрмыс тіршілігі. Осы бір екі тақырып қозғалатын сияқты сіздің жеке өміріңізден. Сондықтан жеке өміріме қатысты сұрақ қойды демеңіз. Бүгін массаждан шықтым да, өртенген дүние өртеніп, күйкен дүние күйіп кетсінші айды. Өмір жанталасып жүремін, 4 жұмыс, қаланың сырты, за рулем, иттің тамағына дейін тасып жүремін. Қош деді. Сіздің осы қазіргі қалыңыз туралы білгім келеді. Не себептен болды сіздің осылай ашылып, осындай жағдайыңызды айтуыңызға? Шаршап отырғандай көріндіңіз да? Біраз әсер беріпті, иә? Бұл шаршау да, мүмкін қолына қалам ұстаған қыздардың назы да мен арқылы білініп жататын болса, онда ол дұрыс. Онда қоғам біз туралы ойлайды екен. Оған біз қуануымыз керек. Жалпы қолына қалам ұстаған қыздарды жар етуге жүрегін түгі бар жігіттер ғана тәуекелге барады. Біз кезінде журналистика саласын бітіргенде пәленбай қыз бітірдік қой. Бітіп жатқан кезде біз ешқайсымыз бір-бірімізге қосылған жоқпыз. Жігіттер өз-өзімен, қыздар өз-өзімен. Өйткені біз жан дүниемізде сал сиыр адамдармыз да. Өйткені мынау қалам деген ол үлкен бір қасиет ол. Ол кез келгеннің уысына түспейді, кез келгенге бақ болып келмейді. Журналистикада оқи бересің, пәленбай адам оқиды, бірақ қаламыңның ұшынан миллион адамның жан сыры, бір жазба, бір жолмен түсетіндей ететін, сенде бір қаламның құдіретін бір игеретіндей қасиетің болмаса, түйін сөз түйреп айтпасаң, кез келген жерде сөзден жаңылмайтындай, дұрыс ақпарат бере алатындай болмасаң, сен ол журналист емессің. Өйткені ол Құдайдан берілетін бақ. Журналист болып туылады. Дәрігерлер секілді ол. Құдайдан келген дәрігер дейді. Сол секілді журналистер де Құдайдан келеді. Ол пәленбай адам бітіреді, соның ішінен өзі шығады. 5-6-ауы нағыз Құдайдың бір назары түскен, осы қолына қалам берейік деген журналистер шығады. Ал енді соның ішінде шыққан әйел аналардың да, енді қыз бала болды, одан кейін олар да әйел болғысы келеді, ана болғысы келеді, отбасын құрғысы келеді. Ал бірақ та сол жан дүниесінде сал сиыры, жан дүниесінде үлкен қасиет бар, дарын бар қыздардың отбасылық өмірде, егер ол ер азаматтың түсініп бағалап, сенің қолында қаламың бар ерекше әйел екеніңді, пәленбай әйелдің ішіндегі саусақпен бүйтіп іліп алар әйел екендігіңді бағалайтын еркек болса, онда жақсы. Ал ондай болмаса ше. Сондықтан біздің көп қыздарымыз сол бақытсыз болып өмір сүріп жатыр. Оны біз айтуымыз керек. Сырт көзге әдемі, эфирде әдемі,
көптің алдында әдемі, күшті сөйлейді, күшті жүреді, зиялылықтың нағыз символы. Бірақ оның жеке өмірінде неге олай деген сұрақтары бар екенін ол экранның ар жағында көрсетпейді ғой. Ол экранда әдемі, мына жағында оның өмірі тысқары қалып жатыр. Содан кейін бұл бір жағдай, бақытқа байланысты. Екінші жағдай, қоғам жалпы журналистерді, өнер адамдарын халық болып сыйлап қадірлеу керек та. Бізді ішіндіретінде, киіндіретінде, бізді төрге шығаратында, өрлететінде, өсіретінде халық және қоғам. Әйтпесе біздің еңбегіміз ешқашан бағаланған емес, бағаланбайды. Егер бағаланатын болатын болса, қаншама журналистерге, қаншама қаламгерлерге мемлекеттің тарапынан үйлер беру керек еді, жағдай жасалыну керек еді, жұмыс орындары берілу керек еді. Жоқ, керісінше ғой. Керісінше ғой. Мысалы, мен 30 жыл журналистика саласында жүрмін, мен Алматы қаласында бір бөлмелі пәтерім жоқ. Қаланың сыртында тұрамын. Кезінде отбасы болған кезде шағын ғана бір саяжайдан алғам. Сол шағын ғана үйде тұрдық, өстік, өндік. Жасымыз 50-ге келіп, орта жасқа келген кезде уже немерелеріміз болып, жиендеріміз келіп, есіміздің алдында тар жерде ташылық көріп, қысылып кететін болғандықтан да намысқа тырысып, қарыз алдық, кредит алдық, үйттік, бүйттік, әйтеуір шағын ғана үй жасадық. Осының өзінен ақ менің жағдайым жоқ екені көрініп тұр. Жоқ қой енді мен жағдайым. Тиынға ұрып жүрген жазушы, журналистпін деп мен үнемі айтамын. Мен ешқашанда ойбай, мен байлығым осы, шайлығым осы, менде бәрі шылқып жатыр, қырып жатырмын деп мен айтқан емеспін. Өйткені мен ешқашанда қайырымдылықпен айналысқан жоқпын, ешқашанда өкіметтің қалтасына түскен жоқпын, ешқашанда өкіметтің жобаларын алған жоқпын, ешқашанда біреудің атын қаралап ақша жасау тактикасын мен пайдаланған жоқпын. Ойбай, резонанс туғызамын, қатырамын, үйтем, бүйтем деп мен атымды, беделімді сатып, ешкімнен ақша жасаған жоқпын. Осының өзінен ақ білуге болады. Енді сөзіңізді бөлейін, сіз а деп аузыңызды ашсаңыз, әр сөзіңіз енді хит болып келіп жатады ғой, бүгінгі тілмен айтқан кезде. Расымен де сізге егер осы тақырыпты резонансқа айналдыр десе, сіздің қолыңыздан келер еді. Сізге ұсыныс жасағандар болды ма? Өте көп. Маған өткенде ғана бір кісі хабарласады, осы Шымкент жақтан. 5 миллион дейді. Сіз келіп дейді, пәленбай деген әкімдік, сол жерде бір дау болып жатыр, сол жерге келіп төбеңізді көрсетіп дейді, айғайлап резонанс туғызып кетсеңіз, 5 миллион сізді наличный қалтаңызға салып беремін дейді. Подстава ғой. Таза подстава. 5 миллионды маған бір қолмен беріп тұр, екінші қолмен мен қолыма кісен салайын деп тұр. Сонда мен 30 жыл журналистика саласында келе жатқан майталман журналистпін, мен сонда соны білмеймін ба? Сосын мен айттым, қарған бер қара дедім. Оның адамдары бар дедім. Оның адамдарының телефондары мынау. Жіберейін дедім. Оның өзінің арнайы адамдары бар. Елдің қайғысына резонанс туғызып, ақша жасап жүрген санаулы 3-4 штук әйел болсын, еркек болсын, солар бар. Сен білмейсің ба, бүкіл қазақ біледі ғой. Сен соларға бар, ақшасын бер. Олар өмір ұсталмайтын жолын жасап қойған. Нең бар менде? Мен ешқашанда өкіметке қарсы шыққан жоқпын, дінге қарсы шыққан жоқпын, ешқашанда ер азаматтың беделін түсірген жоқпын. Мен отбасы құндылығын насихаттап жүрген жазушы, журналистпін, қолымда үлкен отбасылық басылым бар. Мен біреудің аяғын басқан жоқпын, біреудің ізіне түскен жоқпын, ешкімнің атын қаралап, даттап, сол арқылы хайп жасап ақша жасаған жоқпын. Ал енді ток-шоуларда сарапшы болып пәленбай жыл отырсам, мен өзім субъективті ойымды редактор ретінде, журналист ретінде, елдің ішінде жүрген қазақтың қызы ретінде айтып жүрмін. Бір ауыз сөзім артық болғандықтан да. Мені телевидение шақырып отыр, сіздің пікіріңіз артық, келіңіз, сөйлеңіз, айтыңыз деп отыр. Мен талай мәрте сол ток-шоудан тұрып кететіндей жағдайға жеткенім бар. Егерде менің сөзім мына жерде өтімсіз болса, егерде менің сөзім балтаяғым сендерге ұнамаса, шығып кетейін, мен ешқашанда телевидение шақырма деп. Орнынан тұрып кетіп бара жатқан кезде мені жүргізушілер тоқтатқан. Меруерт ханым, сіздің пікіріңіз, ойыңыз біз үшін өте құнды. Сіз осы жерде отыруға тиісті адамсыз. Деп тоқтатқан соң, мен енді өзімнің коллегаларым сыйлап тұр, үлкен әлеуметтік маңызы бар жобаларды жүргізіп тұрған басқарушы ер азаматтар, қыздар, сондықтан да мен сол сөзге тоқтап қалғам. Әйтпесе, пәленбай нәрсені жазады маған. Ал жаңағы сонша қаражатты алуға сізге не кедергі? Қандай бір ұстанымыңыз бар? Мен жеңіл ақша дегеннен
өте аяғымды алыс алып жүремін. Қорқасыз ба? Енді біреулер қазіргі немен психология бойынша қорқақ деп айтатын шығар. Мен өмірінде бір миллиондар ұстап көрмеген адам деп те қабылдайтын шығар. Талаймақан тірліктер өткен, талаймақан замандар өткен. Мен 30 жыл журналистика саласында жүрген бір ең соңғы адам емеспін ғой. Дұрыс па? Талай сындардан өткенмін да мен. Сондықтан да мен білем, бір нәрсені білем. Жеңіл жолмен келетін ақша, сұрауы қатты болады. Сосын біздің халықтың мен мінезін қатты меңгердім да. Біздің халық бар ғой, бергенін де айтады, алғанын да айтады. Айтпаймын, өзіміздің арамызда мәке сәке дейді ғой, сол секундты саған берді, 10 адам қайтады анау информацияны. Сен голосовойыңды жіберіп қояды. Біз сондай халықпыз. Сондықтан да үлкен ақшаның өзін сұрауы болады. Жақсы, бірақ сізді ел сыйлайды, осы игілік журналы туралы да Ескендір Қасанғалиев ағамыздың, Асанәлі ағамыздың пікірлері бар екен, сізді қолдайды екен. Сол кісілерден неге аға деп көмек сұрамадыңыз? Көмек? Көмек. Менің жанымда бар ғой, небір миллионер қатындар жүр. Мен бұлай әйелдерше бұлай бөлім. Егер дана әйел болатын болса, ханым деп сыйлаймын да. Жасы, айлығы, шайлығы, жағдайы бәрі бітіп қалған болған болса да, бола тұра, тауықтың миында ми қонбаған, даналық қонбаған әйелдер мен жай қатын деп айтамын. Маған десе өті жарылып кетсін. Сондай. Әй қатын деп айта салам болды. Өйткені сен ханым емессің. Содан кейін мына осы жерде қосып айта кеткім келеді да. Мен қоғамға кірген іскер ханыммын дейді. Бірақ сөзі ісі қабыспайды да наның. Әдем болып жүреді, бірақ тірлігі сөзі әдірем. Мен сосын оған ерінбей тұрып голосовой жіберемін. Мен сақтап қой мен осы голосовойымды. Пәленбай жылдан кейін тыңдайсың деймін да, Ақсәулем деймін. Сен осы қоғамға кірген деловой әйелім деп айтпашы. Сен уәдеңде тұрмасаң, жұмысыңды жасатып алып, ақшаңды уақытында бермесең, уақытында шақырған жерге келмесең, уақытында істейтін нәрсені артқа қарай шегеріп миллион сылтау айтатын болсаң, сен қайдағы іскер ханымсың? Сен әшейін қойдың темірін, қойдың терісін жамылып жүрген біреусің әйтеуір. Қойшы айналайын Ақсәулем. Сен стандарт әшейін қатардағы біреусің. Ханым деген, ол ханым деген атқа лайықты болу керек. Ісі, сөзі бәрі қабысып тұру керек. Сосын абырой деген нәрсені ешкім бізден бөліп жарып ала алмайды. Абырой деген нәрсе болады. Адам деген бар ғой, абыройды ақшаға сатпау керек. Сен тырнақтап, тиындап жүресің, Құдайдың өзі берем десе, бір күн бере салады. Ал енді менің жанымда жүрген жаңағы миллионер қатындар маған айтады, ой, мәке, сіз экономичный машинамен жүрсіз, сізге жараспайды дейді. Ал сендерге жарасады ма деймін да? Ел танитын, ел сыйлайтын, ел құрметтейтін жалғыз ғана құрбы бар сендерде, Меруерт Әйтенова деген, қолына қалам ұстаған. 10 қатын жабылып бір машинаға мінгізе алмай жүрсең, саған жарасады ма? Деймін. Маған жараспайды екен экономичный машина. А сендерге жарасады ма? Менің осылай жүргенім деймін да. Мінгізбейсіңдер ма? Олар айтады маған, мәке, біз мінгізіп қоятын едік дейді. Біз ер азаматтарды күтіп жүрміз дейді. Өйткені дейді, бұл Қазақстанда ер азаматтардың абыройын көтеріп жүрген жалғыз журналист, жазушы, қоғам адамы сіз. Ана бүйтіп бұрышта жатқан еркек болса да, ол еркекке тиіспеші дейтін жалғыз әйел сенсің. Кәні сенің еркектерің дейді. Кәні сенің ер азаматтарың бәрі жабылып, баяғыда бір машинаға мінгізбей ма дейді. Міне, сөйтіп анау мінгізе ма, мынау мінгізе ма деп әлі жүр ғой. Құдай мінгізсінші маған. Жақсы. Бір рет мен соны бүйтіп еркелеп салып едім, пәленбай комментарий жазды. Ұялмаймын мына кісі. Беті табақтай болып, машина алып бер деп отырған несі позор дейді. Ал бірақ менің коллегаларым ішінде компроматпен жұмыс жасайтын продажный журналистерге бүкіл бизнесмендер жиналып, үй де әперді, машина да әперді. Кім екенін өздеріңіз білесіздер. А бірақ уақыт келеді, Құдайдың әділдігі орнаған кезде, кімдер кім болды, 30 жыл журналистика, 40 жыл журналистика саласында кім-кімнің адамы болды, кім-кімнің көңілдесі болды, кім-кіммен жатып, ойнап, күліп, атақты болды, кім біреудің итермесі, сүйремесі болып жүріп, ханым болды, осының барлығы шығады. Сол кезде мүмкін мен бай қатындардың, бай журналистердің қатарына қосылмайтын шығармын. Өмір бақи тиынды тиынға ұрып, қарыздан шықпаған журналист деген атағым болатын шығар.
бірақ менің басқа атағым болмайды да. Аналардікі секілді серия жаман атты, абыройсыз атақ менде болмайды. Мен соған 100% кепілдік беремін. Жақсы, Меруерт апай, сіз журналист қана емес, медиа менеджерсіз ғой, сондықтан журналистердің жалпы жағдайы туралы айтсақ, көпшілік журналист десе Дина Төлепберген, Ләйла Сұлтанқызы деп айтады. Негізі біз білеміз ғой, кадрдың сыртында нағыз майталман адамдар бар, мықты редакторлар бар, продюсерлер бар. Ол кісілердің еңбегіне сай жалақы алу мәселесі, мысалы 60 мыңға жұмыс істеп жүрген журналистер де бар. Сол туралы сіз айта аласыз ба? Сіздің журналистердің жағдайы қалай, ал жалпы кімдерге қарап сіздің қарныңыз ашады? Енді мен мына республикалық жанұялық игілік журналын 21 жылдан бері басқарып отырмын. Мен шынын айтайын де 10 адам жұмысын жасаймын. Сенесің ба? Не үшін жасаймын? Өйткені мен оларға айлық бере алмаймын. Өйткені қазір ешкім 100 мың, 150 мыңға жұмыс жасамайды. Сондықтан да оларға мен айлық бере алмаймын. Енді мен бухгалтерім бар, облыстарда өкілдерім бар, дизайнерім бар, операторым бар. Енді сондай маңызды адамдар бар ғой. Ал енді мына жазуға келген кезде, менеджерлік қызметке келген кезде, мен енді өкілдерім бар, 50-де 50 бөлісетін. Қалғандарын енді жазу, корректорлық жұмыс, келісу, тасу тіпті. Тасу демекші, 21 жыл бұрын тасып жүрміз журналды. Анау Қазпочтаның басты біздің таралымды, мына жазылымды бүкіл біздің жазылымшыларға жеткізетін Қазпочта акционерлік қоғам ғой. Анау КамАЗ центрде ең жерде тұрады ол. Бір облыспен шекарада. Ойлашы. Сол жерге алып баратын бар, жалғыз главный редактор мен екенмін. Сен осыдан ақ мен жағдайын біле бер. Мен бүйтіп шіреніп кісі жұмсай алмаймын да. Өйткені сен шіреніп кісі жұмсасаң, оған ақша төлеуің керек, айлық беруің керек. Сосын әлеуметтік пакеті төлену керек қой. Қазір елдер бұрындағыдай айналайын деген арқа қаққанға жұмыс істемейді. Бәріне бір адамға қазір 7-8 налог қой, менің өзіме айлығыма бар ғой, шырылдап кетем мен. Пәленбай мен бухгалтерім айтқан кезде кәдімгідей депрессия менде. Кәдімгі 4-5 адамға айлық төлеу, әр адамның 7-8 айлығы, менде ол кәдімгі шағын ғана бір не емес қой, ол менікі жауапкершілігі шектеулі серіктестік ол. ИП емес менікі. Оның жүгі ауыр, оны сен өмір жабамайсың. Мына журналды бар ғой, мен өліп бара жатқан кезде, өлейін деп бара жатып, өкіметке хат жазып, налогқа хат жазып, мен бұның мұрам жоқ, мұра болғанда бұны ешкім жүргізе алмайды. Осымен менімен бірге өлсінші деп жазып кететін шығармын. Шынымды айтайын. Әйтпесе бұл бейшара менің ертең бала шағама, байыма, мойнына бетейіп қалмау керек қой. Жабылмайсың да, бұл жабылмайды. Вот сондай. Газет, журнал дегендер негізінде жабылмайды бұл. Ол сен жабу үшін не өлесің, немесе өлмей жабатын болсын, біреуге сатасың. Себебі біз енді пәленбай жылда пәленбай инстанциямен жұмыс жасағым, соның барлығына 0-0 активер жасау деген бар ғой, жарты өмірің өтіп кетеді ғой. Жасай алмайсың ғой, сұмдық қой. Сондықтан да дәл қазір біреу газет, журнал ашайын деп жатса бар ғой, мен басыма ұрып кетеді. Таныстар кеп менен ақыл сұрайды да. Сіз осы пәленбай жыл жүрсіз, молодец, телевизияда жүрсіз, анда жүрсіз, мында жүрсіз, күшті. Мен де кезінде журналист болам деп армандағам. Мен журналистиканы оқығанда сізден асып кететін едім деген қатындар болады. Мен айналып кететін едім сен. Мен негіз вообще күштімін дейді. Жаным деймін да. Мен қызғанып тұрған жоқ, аша бер деймін. Бірақ мен осы журнал болып тұру үшін, бұл менің ұлым да, қызым да. Осындай ай сайын жақырап шығып тұру үшін мен қалған 3 жұмысты жасап, осыған ақшасын құям. Құям осыған. Өйткені бұл менің өмірімнің мағынасы да, менің козырым ғой. Бұл мен сүйем ғой, мен бұл ұлым, қызым айтып отырмын ғой. Бұл 10 балаға татиды. Сондықтан да бұл әдемі болып, сапалы болып, күшті болып шығып тұру үшін енді мен сол 10 адамның жұмысын жасап отырмын. Апай қазір журналды оқиды ма? Адамдар. Қазір барлығы электронды түрде, Инстаграм, ТикТок, енді әлеуметтік желіге отырған заман деп айтады ғой. Сондай ойлар айтылады ма сізге де? Газет журналдың заманы өтті деген сияқты. 21 жыл бұрын мен аштым ғой ана журналды. Сол кезде айтқан. Ой, сіз қызықсыз дейді. Сіз ол кезде мен ешкім танымайды ғой 21 жыл бұрын. Бір рядовой Меруерт Әйтенова ма, кім таниды мені? Сол кезде айтты маған таныстар. Ой, деді, ана жерде атақтылар, әкімдердің қыздары бәрі ашып тастады ғой дейді журналды. Қалпақты, глянцевый күшті журнал. Журналды кім оқиды? Ол кезде мынандай золотымен шықпайды ол.
іші черно-белый офсет, сырты цветной. Қызылмен істеп қойғанбыз ана игілікті. Қазір ғой ол алтынмен аптап, күміспен аптап тұрған. Сөйтіп күлген, шаршап қаласың деп. Жақсы дедім. Мен журналист болып туылғанмын дедім. Құдай қолыма қалам берген дедім. Журналист болып өлем дедім. Мен тірі тұрғанда бұл журнал күшті болады. До конца менің өмірім соңына дейін шығады бұл дедім. Дүние аударылып кетпесін дедім. Бірақ бұл шығады. Мен жердің бетінде тұрсам, бұл шығады. Жер тырмаласам да, огород егіп біреудің үйін жинап кетсем де, осы журнал шығады дедім да. Бұл өйткені менің өмірім ғой. Өмірім бұл. Мен өмірімді арнағам. Кәдімгі ярый мент дейді ғой. Мен ярый журналистпін. Мен жазбасам ауырам. Нағыз жазушылар өлгенше жазады. Кейбір журналистер бүйтеді. Ой, мен пәленбай жыл жаздым, компьютерге отырсам, жазсам, көзім ауырады, шаршап кеткем дейді. Не бітірдің шаршап? Нағыз жазушы, нағыз журналист, ол шаршамайды ол. Ол сөйлеуден де шаршамайды, жазудан да шаршамайды, күн мен түн теңестіріп жұмыс жасайды. Сол нағыз журналист. Содан кейін журналистер көп қой, соның ішінде жазатын оратор журналист, ол 10-ның ішінен, 100-ның ішінен шығады. Оны бәрібір де емес. Мүмкін біреу күшті оратор, күшті сөйлейді, жазамайды. Бір парақ беріп отырып қойшы, жарты бет эссе жазамайды. А жазатын мықты сөйлей алмайды. Сондықтан да ол Құдайдың берген кәдімгі қасиеті. Мен сол үлкен жүкті, Алланың берген аманатын мен арқалап келе жатырмын. А бұл журналда қаншама елдің ішінде өз мамандығымен, маңдай тер табан ағысымен жұмыс жасап, бірақ елге мойындалмай, танылмай жүрген адамдарды мен шығарамын. Мен атақты адамдарға жүгірмеймін. Бас кезінде атақты адамдарды шығардым ғой. Өзіңізге сұхбат берген сол Дарико апамыз да шықты, Ескендір Хасанғалиев отбасымен де шықты, Асанәлі ағамыз да шықты. Бүкіл атақтылар шықты кезінде. Қазір мен атақтыларға мүлдем жүгірмеймін. Маңызды емес. Мен елдің ішіндегі қарапайым, бүгін ертең еңбегі оның бағаланбайды, ол байғұстың. Соларды мен бағалап жатырмын. Соларды мен осы журналым арқылы тарихта қалдырып жатырмын ғой. Содан кейін ойбай, мына қымбат шығар демейді, өте бюджетный. Мына қағаз қаламның қақысын өтесең болды деймін. Мен атағым бар, шатағым бар, маған миллионда 500 мыңда бер деп ешқашанда айтпаймын. Ешкім айта алмайды өйтіп. Осы Меруерт Әйтенова бізде жаңағы пәленбай миллион алды деп ешкім айтса, ауыздар қисайып кетеді. Алған емеспін. Өйткені мен таза атыма жұмыс жасап жатырмын, Сабира. Мен мәңгі емеспін ғой. Мен де бір күн ана дүниеге өтем. Мен өткеннен кейін әлі менің тарихымды тырмалап тұрып, іздеп, не бір құпияларымды бетіп ашатын ұрпақ келеді. Сол кезде артым таза болу керек қой. Қазір енді мен бүйтіп атымды, затымды сатып, тырмалап, дүниені жинап, мен 5 балам бар ма? Кімге берем оны? Не істеймін ол дүниені, айтшы? Не істеймін? Бәрібір де жаңағы 10 миллионер қатын мен қасымда жүрсе, сол 10 қатын бір-бірінің төрінде отырған жоқ қой, мен отырмын ғой. Мен қасымда Land Cruiser 2 этажды үй жоқ. Бірақ сол 10 миллионер қатынның төрінде мен отырмын. Менен басқа ешкім отырмайды. Өйткені не бар? Артық нәрсе бар. Артық нәрсе не? Байлық шайлық емес, бриллиант емес, шуба емес. Бір ауыз сөзім, бір кісілік танымалылығым, бір кісілік артық тірлігім болды. Сондықтан да біз мына абыройды, Құдайдың берген бізге жаңағы нығмет деген мен үшін осы елдің қызы деген абырой ғой. Соған біз өміріміз соңына дейін дұрыс жұмыс жасауымыз керек та. Мен спикермін ғой пәленбай жылдан бері. Қазіргі спикерлердің бәрі ол кеше келгендер, мен сізге айтайын. Мен ардагерімін, бірінші күннен жүрген. Қазір мына мен көз алдымда 3-4 жылда ойбай, енді қай сала болмасын, құтырылып кеткен спикерлер болды. Сөйтіп, сол құтырудың соңында не болып жатыр, енді өздеріңіз көріп отырсыздар ғой. Ешкім кінәлі емес қой. Өздерінен басқа. Өйткені сен атаққа жетесің, абыройға жетесің, бірақ сен оны ұстап тұрасың ба, мәселе сода. Ұстап тұру деген өте қиын нәрсе. Сен еңбектене берсең жетесің, байлыққа да жетесің, бақытқа да жетесің, бәріне жетесің. Бірақ сен оны ұстап тұра аласың ба, мәселе сода. Өте қиын нәрсе ұстап тұру деген. Саблазм деген сұмдық қой, нәпсі ғой ол, дүние, ойбай. Ана дүниенің буы, креслоның буы, мәшиненің буы, үйдің буы деген бар ғой. Сұмдық.
ойбай, оны көтеру деген. Көз алдымда өзгерді ғой менің. Талай спикерлер. Бірінші келген кезде мен жүгіріп, шайға шақырып жүретін солар. Мәке, шай ішейіксіз, мен шай ішейікші, мен фото жасап, видео жасап. 2 жылдан кейін қарасам, ойбай, алдыма кел деп тұрған спикерлер болғанда мен қой деген. Аман болыңдаршы деген балалар. Аман болды ма, жаман болып отыр ғой қазір. Дәл солар. Аттарын айтпай-ақ қойын, ел біліп отыр ғой, көріп отыр. Мен сөзімді естіп. Дұрыс айтып отыр ғой бұл кісі дейді ғой. Біледі ғой. Естен танып қалған жоқ қой. Меруерт апай, сізде кітабыңыз бар екен, иә? Меруерттің мектебі деген. Иә. Ол кітабыңыздың таралуы қалай болып жатыр? Қай жерлерден оқып алып жатыр? Енді мына Меруерттің мектебі кітабының алдында мен негізі бірнеше кітапты шығарып қойғам. Ұлттық мүдде, отбасылық өмірдің құпиялары, түйін сөз деген бірнеше кітаптарым бар менің жазушы ретінде. Сосын мына Меруерттің мектебін жазуыма не ықпал етті? Күн сайын әлеуметтік желіні ашып қалсам, Инстаграм, ТикТок, жоқ дегенде 10-15 адам маған хат жазады. Қазір Сабира біткеннен кейін бір ТикТок, Инстаграмды ашып көрсете салайшы, сен өзіңде көзің жетеді. Ерінбей сериялап маған хат жазады. Сәлеметсіз бе, Меруерт апайдан басталады, Меруерт ханымнан басталады. Өмір тарихымды айтайын дейді. 2 точка. Сөйтіп өмір тарихын айтады анау. Қалай қосылды, қалай ұрысты, қанша рет таяқ жеді, қанша рет ішті, үйтті, бүйтті, ойбай, ана енді бір кітап болды анау. Сосын мен қой енді бұлардың өмір тарихтан бәрін жинап бір кітап жазсам болмас енді дедім да. Келген хаттардан құрап жаздыңыз ба сіз? Жоқ. Содан кейін мен әр хатқа енді жауап беріп отырмын ғой, ерінбей. Бір тиын ақша алмаймын оған. Отбасылық психологтар 75 мың болып кетті бір сағатына. Мен бір тиын алмаймын. Жазамын аналарға. Жігіттерге айтам мен бірден, ей бауырым деймін, мен саған 3-ақ рет жауап берем деймін. 4-ші рет жазатын болсаң блокқа кетесің деймін. Жазба маған деймін. Мен істің адаммын, қылтың-сылтың маған өтпейді деймін. Уақыт жоқ менде. Айналайын. Ал қыздармен сөйлесем. Қыздарға WhatsApp нөмір берем. Сөйлесем. Видео звонок жасап алам, түрін көрем. Сөйлесеміз кәдімгідей жұбатам. Соның ішінен пәленбай қыз кәсіп жасауға, өзін табуға, немесе отбасы бұзылып бара жатып, отбасын сақтап қалуға сондай ықпалдасты. Ол менің жұмысым кәдімгі нәтиже бергені. Солардың барлығы мен құрап, қандай жауап бердім, не үшін жауап бердім, солардың бәрін қанатты сөз етіп, қысқа-қысқа. Тура ТикТоктың форматы сияқты да. Кітапты детсең, тез оқисың. Бір тыныспен оқисың да. Ана мыжи отыратын нәрсе жоқ. Мен өзім ылдым-жылдым адамым ғой, мен өте сондай. Бәрі тиянақты, тап-тұйнақтай, тап-таза. Сондай қылып істедім. Қалпақтай өзі. Ешқандай адам ертең ренжімейді алғанына, сатып алса. Қайдан сатып алуға болады? Менің өзімнен. Каспиге кішкене алуға, үйге дейін жеткізіп беруге ыңғайластырамыз ғой, шешеміз ғой. Шешілмейтін нәрсе жоқ. Қай уақытта жазған едіңіз сіз? Мен осы жақын кезде жазып шықтым, қазір баспада басылып жатыр. Құпиялары күшті да. Мен ана үнемі айтам ғой, ей, әйел аналар, қыздар, сендер маған ренжімеңдер, мен сендер жек көрмеймін. Сендерді неге мен таяқтап айтам, балтаяқ етіп айтам, сендерге жаным ашиды. Сендер мықты болсыншы, қайралсыншы деп айтамын. Сендер мықты болсаңдар, білімді, тап-тұйнақтай тап-таза болып, сондай бір отты рухты болсаңдар, күйеу де бала да автомат түрде тәрбиеленеді. Анаға мүмкіндік бермеу керек та еркекке. Сен өзің қаншайым екеніңді, ақылды әйел екеніңді, ей, покажу, докажу, мен өмір сүресің ғой жаным, ау. Бүйтіп қалатын болсаң, әлсіздік танытып бітті. Бақа да, шаян да бәрі басыңа мініп кетеді. Күйеу бірінші. Мінгізбеу керек. Күйеуді де бүйтіп, жұмсартып қойып, тартып қою керек та тізгінді. Енді соның бәрін мен тікелей эфирде айта алмаймын ғой. Ұят емес пе? Апамызға не болды дейді ғой. Құлап қалды ма, ауырып қалды ма, бас шайқалды ма деп та. Бірақ оны мен жеке айта аламын. Қыздармен жеке кездессем, құпияларын айта аламын. Бірақ көп құпияны, бір 70% құпияны сол кітапқа жазып қойдым. Қаншама хат алдым дедіңіз ғой, соның ішінде түйгеніңіз айта аласыз ба қазір? Отбасын не бұзады көбіне? Жауапкершілік жоқ. Мен өзім соны зерттей келе, жалпы жауапкершілік жоқ. Әсіресе ер азаматтарда.
мен үнемі айтамын ғой, ер азамат үшін отбасы деген ол бірінші нәрсе. Біз әйел үшін деп айтамыз ғой. Отбасы әйел үшін, бала әйел үшін, әлем әйел үшін, киім әйел үшін, бүкіл туған туыс әйел үшін дейміз ғой. Еркек үшін ол. Еркектің роскошы ғой. Еркек өзін нағыз еркекпін, мен ойбай статусный еркекпін десең, сен қаншайымдай әйел алып жүр қасыңа. Балаларың дені сау, салауатты, күшті болып жүрсін. Мен сен статуссың. Бәрі саған қызығып қарайды. Мә, не деген машный, ташный, сочный, білімді, күшті әйелі бар, балалары қандай деп, мен соған. Сен статусың. Сен сондай әйелің, бала шағаң болған соң, сенің үйіңде, күйіңде, жағдайыңда жақсарады, сен жақсартуға ықпалдасасың. Жауапкершілік болу керек та, жауапкершілік деген сол. Еркекте жауапкершілік болу. Енді подкаблучник бол деп жатқан жоқпын ғой, енді подкаблучник болсаң да бір техничный болшы деп жатырмын, енді айқайлап болмай. Техничный болсайшы, енді подкаблучник емес, әйел жаңағы еркек жоқ қой. Подкаблучник деген не ол? Әйеліне жанашу, әйеліне баласына қамқор болу, көмектесу. Баламен отырғанда ауырып қалған кезде әйтеуір бір шай тамағын жасап, бір кірін жуып дегенде, оны енді кез келген еркек жасайды ғой. Енді соған подкаблучник болып кетеміз, соны біз айқайлап айтамыз ба? Айқайлап айтпа. Өзің ымыра бүйтіп жасасып, техничный жасай берсейші. Сыртқа ананы еркек қып көрсетіп қой. Ойбай, ер азаматым шешеді, осы ақылды, осының арқасы, ойбай, осы болмаса деп қоясашы. Енді мен әйелдерге соны айтам. Айтасаш деймін. Мен білімдімін, мен сүйредім күйеуімді, мен ақылдымын, менің тактикам күшті болғаннан кейін осы отбасы болып тұр. Айтпа, айтсаң ұтыласың деймін. Айтсаң ұтыласың. Сосын оны басқа әйелдерге, жас үлкенде біреулерге айтып көрші, табалап шыға келеді. Бәсе біліп едім. Сырттары жылтырап, іші бүлініп жатыр екен ғой мыналардың деп. Өйткені бар ғой, ол әйелге қуанамайды ғой. Жандарым, еркек еркекке де қуанамайды. Адам жалпы бір-біріне қуана алмайды. Қатты көрсетудің керек жоқ. Отбасының күшті екенін, балалардың дені сау, білімді болып жатқанын мақтанып айта берудің керек жоқ. Шүкір деу керек та. Шүкір, ел сияқтымыз деп. Шүкір, ел сияқтымыз деп. Мен ғана көп немде жазады. Ойбай, өзінің күйеуі керемет болған соң, жұрттың күйеулерін сөйтіп сондай деп ойлай ма? Ойбай, неғып осы күйеуге, еркекке жақсы емессіңдер деп айтады, деп маған ренжіп жатады да. Сол өзіңіздің отбасыңыз жайлы бірер ауыз сұрайын деп едім, Меруерт апа, өйткені сіз осы отбасы тақырыбы туралы көп айтасыз ғой. Сіздің отбасыңыз, сіздің шаңырағыңыз қалай, жолдасыңыз немен айналысады, сол туралы. Мен жолдасым құрылысшы. Тарбағатайдың жігіті. 1970 дегендерді туылған. Мен де сол дегендерден туылған. Ана заманның адамдарымыз ғой біз. Мына заманда бірақ орта жаста қоғам адам болып жүрміз. Енді менің жігітім таза қазақ жерден шыққан, көп балалы отбасынан шыққан. Сондай жігіт. Үлкен әулет. Енді ол Москвада оқыған жоқ қой, осы Қазақстанда оқыған, Қазақстанда өскен. Шетелдік білімі жоқ. Менде шетелдік білімі жоқ. Мен де осы Қазақстанда туылғам, Қазақстанда оқығам. Екеуміз де дала заңымен өскенбіз, ауылдың балаларымыз. Екеуміз де осындай оқығамыз, арман қуғамыз. Енді талай мақан дүниелер бізден де өтті. Қазіргі жастар айтады, ойбай, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, ұрыстық, қырылдық, таяқ жедік. Оның бәрін мен өткем. Маған ол таңсық емес. Мен қазір орта жасқа келген кезде таза тыныштығымды ғана ойлаймын. Қазір менің ұйқымды ешкім бұзбайды. Мен үй есігінің алдында күшігім де бұзбайды. Мен күшігім айтам, Куча, мен қазір душтан шығып демаламын, жаба аузыңды деймін. Ана күшігіме деймін, уже менің интонациямнан біледі. Үрмейді ол. Бәрі тыныштық. Өйткені мен сол тыныштығыма лайықты жұмыс жасап жатырмын. Ең бастысы, мен күйеуімнің жанын қажытқан жоқпын. Елдің қатындары сияқты маған бриллиант бер, шуба бер, үйт бүйт деген жоқпын. Ең басты, маңызды нәрсе, мен үйім салып берді. Құрылысшы ғой. Үйді сол салды. Басында кішкентай үй салды, одан кейін үлкен үй салып берді. Машинем бұзылады, жөндеп береді. Өзі жөндейді, бір жерге апарып жөндейді. Ең маңызды нәрселер ғой. Мен көлігім тоқтамау керек, зырғып жүріп тұру керек. Мен барып СТО-ға барып жалынып, әркімнің байына жөтіндеп жүрмеуім керек қой. Мен күйеуімнің қолынан келеді, өзі жасайды. Үйімді салды, өз қолымен салды. Бауырлар бар, достар бар, бәрі жабылып, мен өзбек жалдап салдырған жоқпын, оның ақшам жоқ. Күйеуім салды. Бәрін өзі нелерін бәрін, дизайнда, интерьерінде бәрін өзі нетті. Сосын мен дүниеге қызықпаған әйелімін, қызықпаймын. Менің үйіме барып көрсеңіз, дым жоқ.
мына жерде отыр ғой, міне көзі отыр ғой, Гүлсара Байғанаева тикток ханшайымы, менің сіңілім. Бүгін келіп мені қосымша түсіріп отыр. Үйімде болдық, көрді. Дым жоқ. Бәрі дизайнерский қылып істеп тастаған, істен бәрі. Өйткені ол таза жазушы журналистің үйі. Кітапханам бар. Қонақ күтетін столым бар. Диваным бар. Бірақ ана елдің қатындар сияқты красный мебель, белый мебель деген жоқ менде. Бірақ үйім тап-тұйнақтай, тап-таза, артық дүние жоқ. Тек кеңдік қой менде. Кеңдік, бақшамда бүкіл жеміс салып тұр. Тап-тұйнақтай, тап-таза шағын ғана өмір. Таза жазушы журналистің үйі ол. Біреу сынай ма, міней ма, ойбай айдалада тұрады екен, қалаң қақ ортасында тұрмай ма, үйтпей ма, бүйтпей ма деп айтатындар айта бер. Не қыласың менің өмірімді? Не қыласың мен кигенімді, ішкенімді? Сен менің аузымнан шыққан түйін сөзіме, жазып отырған жазбама соған назар аудар. Егер мен бүйтіп кететін жаңағы сұмдық болып, ақ деген алғыс, қара деген қарғыс болып отырған қатындар бар ғой біздегі санаулы. Жұрттың байына жабысты ма, үйтті ма, бүйтті ма, білмеймін ғой, не істеп жатқандарын. Шалқып былқып ап үйлерін бәрін көрсетіп жатыр ғой. Мынандай бассейн, 2 бассейн бар, 10 бассейн бар, вертолетпен ұшам дей ма, не дейді, яхтыға мінем дей ма. Ондай жоқ менде. Ол әйелдер менен дүние жағынан артық шығар. Білім жағына мен шағыма жуымайды. Бірақ ауыз сөз. Жақсы, рахмет. Соңғы сұрағым болсын. Сіздің енді ең танымал пікіріңіз ажырасқан әйел қоғамның соры деп айтқан сөзіңіз ғой. Сол сөзіңізден қазір айындыңыз ба, әлде сол пікірдесіз ба? Сол осы тақырып туралы бір айтып өтіңізші. Мен осыған бір мысал келтірейін. Бір 35 жасар сіңлім болып жүрген бір келіншек, жап-жас, 2 баласы бар, күйеуі аяқ астынан қайтыс болып кетті. Ол осы бір жылдың көлеміндегі әңгіме. Ана менің әңгімеме 5 жыл болды ғой, әлі мыжып жүр ғой ел. Ал мұны 1 жылдық не? Мен мысал ретінде да. Содан ол енді жаңағы 40-ын өткізеді, үйтеді, бүйтеді. Жылдығын әлі жеткен жоқ. Бір күн маған звондайды. Ойбай, Меруерт әпке дейді, мынау сұмдық екен ғой дейді. 40-ы кеше өтті ғой дейді. Маған бүкіл еркек жазды ғой, звондады ғой дейді. Кім деймін? Енді туғандар емес, енді туысқан қайнаға, қайны, күйеуінің жолдастары. Бәрі жазған ғой WhatsApp-қа. Айналайын. Білмеймін ғой енді. Жаңа қазір атын бүйтіп шәмәріп айтып қалсам біліп қалуы мүмкін. Жан-жағымда адамдардың бәрі қазір жеткізгіш қой мына. Сен айтып жатыр деп. Айналайын деп жаңағы. Жәке деп айтқан шығар енді. Жәке, жастай қалып қалдыңыз, балаларыңыз кішкентай. Көмек керек шығар сізге. Бір 200 мың салып жіберейін, 300 мың теңге салып жіберейін. Сосын бірінші кезде ұялам дейді. Қойыңыз, неге саласыз? 40-ны әкелдіңіз ғой. Енді жылдығына дейін жиналар ақша деп майысып жатырмын дейді. Жоқ, салып жіберейін деп. Ойланам дейді. Мынау күйеуім бар кезде солардан қарыз тұрғанда бермейтін дейді 30 мың теңге. Қалай 300 мың береді бұл деп. Соны бір күні ойланып құрсыншы, алып көрейінші деп ойладым дейді. Салыңыз дедім дейді. Біреу 300 мың салып, біреу 300 мың. Қарасам вкусқа кіріп кеткем дейді. 1,5 миллион жинап алдым дейді бір аптаның ішінде. Соны бір кезде 300 мың, 200 мың салғандар қайтадан жазады дейді. Бір жерге барып шай ішсек қайтеді. Содан бір кезде батылданып бүйтіп жаз дейді. Бәрібір сізден әркім сұрайды. Сіз жесір қалған келіншексіз, әдемі келіншексіз. Бәрібір әркім сұрайды көшедегі. Одан да өзіміз өзара ым-жымсыз витамин сөйтіп нетейік. Өзім таза аккуратный жерді дайындап қоям. Ым-жымсыз ешкім білмейді. Міне осындай сөздерді бірінші ақша беріп алды дейді. Картаға салды дейді. Маған дейді, бүкіл күйеуімнің айналасында жүрген, өзім айналамда жүрген еркектер жазды дейді. Одан кейін дейді, бүйтіп қарасам, отбасы бар әйелдер менен бүйтіп сырғып алыстап кетті дейді. Бұрын отбасылық таныс болып жүргендер, араласып жүргендер. Сөйтіп дейді, мен өзім сияқты күйеуі қайтыс болған, ажырасқан әйелдердің ортасына түсіп қалдым дейді да. Сонда әпке дейді, мен бір 3 айдың ішінде сол әйелдердің әлемін түсіндім дейді. Ол басқа әлем екен дейді. Ол жерде сұмдық күрес дейді. Ол жерде біреудің күйеуі ма, ол маңызды емес дейді. Егер ұнап қалды ма, болды.
соған артына ізіне түсетін охотницалар. Көрдіңіз ба? Ол енді қандай ортаға түсті бір Алла біледі. Бұл сөзімді естіп алып тағы да ойбай деп жүрмесінші айналайын қатындар осы. Ол әртүрлі орта бар. Дұрыс па? Сол келіншектің мысалы өмірі мен айтып отырған, соның өзі бүкіл сұраққа жауап қой. Ол ажырасқан жоқ, ол өліп қалды, оның бай Құдай алып қойды оны. Бірақ көрдің ба? Қандай нәрселерге есік ашылды. Ал енді сенің некелі күйеуің болатын болса, ол сенің өкімет берген көк паспортының екінші қосымшасы қызыл паспортың. Ері бар әйелді ешкім басынбайды. Ері бар әйелге келіп ешкім қылтың сылтың. Сен өзің ыңғай бермесең, болады, шекарама ашық демесең, ешқандай еркек келіп қолтығынан қысып демейді. Өйткені сенің ар жағында мүмкін шәпкесі қисайған бір чумо отырған шығар. Сол чумоның ығы басып тұрады да, мысы басып тұрады да, құрсын мынаның байы бар ғой, құрсын ертең қырылып жүрмейік деп ойланып қалады. Ал енді танымалы күйеуің болатын болса, ол саған жоламайды ол. Құрсын бәлесінен аулақ мына қатынның. Оның байы анау емес пе, құрсын ертең сотталып кететін жай жоқ дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан да еркек деген ол ең бірінші біздің статустан кейін біздің ол кәдімгідей қорғанымыз ғой. Қорған. Оның ешқандай несі жоқ, ол айырмасы жоқ. Шәпкесі қисайып тұр ма, жұмыс жасай ма, жасамай ма, диванда жатыр ма, сасып жатыр ма, немесе бір бұрқырап жатыр ма, осы бір жұпары иісі аңсып, немесе күнге миллион таба ма, немесе осы бүкіл қызметіңді жасап жатыр ма, ол маңызды емес. Ер азаматтың болғаны маңызды. Әйелдердің барлығы бірдей ғой, айырмасы тек қана даналық қонған әйел. Даналық қонған әйел ым-жымсыз бәрін реттейді. Ал жауапкершілігі бар еркек, ол әйелін аңыратпайды, баласын шулатпайды, қақсатпайды. Қай жерден болсын әйтеуір тауып алып келеді да, сөйтіп қамтамасыз етеді. Жауапкершілігі бар еркек жасайды оны. Жауапкершілігі болмаса, сол арың-жарың өмір. Сондықтан да ажырасқан әйелдер маған ренжімесін. Өздері де біледі, қаншама отбасынан салиқалы әйелдерден күйеуді алып кетіп азғырып жатқан әйелдер бар. Сол әйелдер күйеуі бар әйелдер емес қой жасап жатқан. Дұрыс па? Басы бос болғасын жасап жатыр. Кафе-сәфелерге кешке таман барып қалсаң, темекіні бұрқыратып, бір чекушканы қойып қойып, ішіп отырған қаншама әйелдерді көріп отырмыз. Өтірік па? Өтірік емес. Ночной клубқа сен барасың ба, Сәбира? Бармайсың ғой? Күйеуің бар. Мен бармаймын ғой, күйеуім бар. Гүлсара бармайды, күйеуі бар. Бармаймыз, ойымызға да кірмейді. Міне, сондықтан да бәрі деп айтуға болмайды. Ішінде шынымен тирандардың құрбаны болып, шынымен бір идиоттардың, наркомандардың тұсауына түсіп қалып еріксіз жүргендер бар. Мен оларға ешқашанда сөз тигізген емеспін. Мен айтсам, байдан байға секіріп, анадан бір бала, мынадан бір бала тауып, әркімнің отбасын бұзып, ойрандап жүрген әйелдерге айттым. Ол қоғамда жоқ па, бар ғой. Сондықтан да маған өкпелемесінші, бәрі періште болып қалады екен да. Осы Меруерт Әйтенов айтты деп, бәрі періште зиялы болып қалды ма? Маған жазып отыр ғой, менің әлеуметтік желіме күніге 10-15 адам не жазады? Еркектер жазады, әйелім жүріп кетті дейді. Әйелдер жазады, күйеуім жүргіш, оңбаған, наркоман, игроман дейді. Жазып отыр ғой, күн сайын 15 адам жазатын болатын болса, сонда кім қалды жазбаған? Бәрі жазған ғой сонда. Бір 10% ғана жазбаған шығар. Қалған бәрі жазды деген сөз ғой. Сондықтан да айналайын, менің алдыма келіп, менің сөзімді теріп, менің дұрыс сөзімді дұрыс түсінбей, сан-саққа жүгіртіп, өтірік пәлені қуып, мені монстр жасамасыншы, болды, соны айтқым келеді. Мен монстр емеспін. Мен негізі жақсы адаммын. Жаным ашиды да бұларға. Бір нәрсені айтсам, балта аяқ етіп айтып отырмын. Бүгін бағаламайтын шығарсың, ертең сен балаң бағалайды. Дәл осы сөз сақтап қойсын. Рахмет сұхбатыңызға. Әдетте біз сұхбатта өзіңіз білесіз, 1,5 сағат түсіріп, оны 40 минутқа кесеміз ғой. Енді бұл сұхбаттан білмеймін, қай жерін кесіп, қай жерін қалдыратынымызды. Сіздің әрбір сөзіңіз жүйелі, әрбір сөзіңіз бір қоғамға, жалпы адамзатқа керек бір үн болды деп ойлаймын. Рахмет үлкен. Кеспеш, Сабира, кеспеш. Әкең бір шұтық қой бұл Қазақстанда. Сен бағалайсың, сен қаламгер қызсың, сен білесің кімнің кім екенін.
сондықтан да бір сөзді кеспей осылай целиком қоя салшы. Монтажда көп керек емес. Екеуміз кәсіби журналистпіз ғой. Рахмет шақырғаныңа.